Сәлем, мен мистер Азико. Мен қазір ұйықтап түс көріп жатырмын. Мен не көріп жатқанымды көргің келе ме? Онда өте қызықты бірдеңе бар. Біз менің бөлмемде сияқтымыз. Бұл портал. Қане, онда не бар екенін көрейік. Біз өткен шаққа динозаврлар дәуіріне тап болдық. Вау, керемет! Сонымен менің дүрбім қайда? Қарашы, онда түрлі динозаврлар өте көп екен. Қане, жақынырақ барайық. Бұл жердің бәрі биік шөп. Жақсы болды, мен карате тәсілдерін білемін. Бұл қиын болған жоқ. Қарашы, бұл диплодок. Ол биік ағаштардағы жапырақтарды жейді. Оның мойны өте ұзын. Ол 3 қабатты үйдің биіктігіндегі жапырақтарға жете алады. Ал ұзындығы 3 автобустай болады. Диплодок үлкен және мейірімді динозавр. Жақсы, бізге әрі қарай жүру керек. Қарашы, бұл жердің бәрі батпақ екен. Жақсы болды, мен өзіммен бірге әуе шарын ала келдім. Керемет, біз батпақтың үстімен ұшып бара жатырмыз. Мұнда сәл қорқыныштылау екен. Бұл не болды? Сен оны көрдің бе? Бұл птеродактиль. Бұл ұшатын динозавр. Иә, құс сияқты, бірақ өте үлкен. Оның қанаттары үлкен. Аспанда өте биік ұшады. Ал өлшемі истребитель ұшағындай. Олар көбейіп кетті. Қане, санап жіберейін. 1, 2, 3, 4. 4 птеродактиль. Олардың қарны ашқан сияқты. Олардың не жегенді жақсы көретінін білесің бе? Мен білемін. Балық. Жақсы болды, мен оны өзіммен ала келдім. Жоспарымыз іске асты. Әрі қарай жылжимыз. Әуе шармен ұшқан өте керемет болды. Мұнда ешкім жоқ сияқты. Бұл не? Танк ба? Жоқ! Сен оны көрдің бе? Бұл танк? Жоқ! Маған солай көрінген бе? Бұл танк емес, бұл анкилозавр. Иә, анкилозавр. Оның бүкіл денесі қорғаныш пластиналармен қапталған. Ол танк сияқты сауыт киіп алған. Сонымен қатар, оның құйрығы шоқпар сияқты. Осындай. Бұл өте күшті және қуатты динозавр. Оны ешкім жеңе алмайды деуге болады. Менде бір идея бар. Қане, жылдамдыққа жарыс ұйымдастырайық. Құрметті көрермендер, жылдамдық жарысына қош келдіңіздер.
қатысушыларымызбен таныстырып өтейін. Түрі танк, анкилозавр. Қошатын кесіртке, птеродактиль. Және ең биік динозавр диплодок. Сендерге де кім жылдамырақ екені қызық па? Иә. Ал қатысушылар дайын? 1, 2, 3. Птеродактиль алға шықты. Иә, диплодок сәл қалып барады. Анкилозавр, қане, қаттырақ бас. О, қарашы, птеродактиль сағатына 100 шақырым жылдамдықпен келе жатыр. О, міне, нағыз жылдамдық. Ал енді диплодоктың жылдамдығын көрейік. Сағатына 24 шақырым. Мұндай да үшін жаман емес. Аха, анкилозавр, сен мүлдем жүріп келесің бе? Оның жылдамдығы небәрі сағатына 7 шақырым. Ал, не десек те сен де жарайсың. Бірінші орынды птеродактиль иеленеді. Екінші орын диплодок. Ал үшінші орын біздің сүйкімді анкилозаврымыз. Бұл өте керемет болды. Баяғы заманда динозаврлар өмір сүрген. Жылдам да бар, баяу да бар, кішкентай және үлкен. Қанаттармен, құйрықтармен, тікендермен жүрген. Кел бірге тауып көрейік, аттары қандай екен? Үлкен тістері бар, ет жейді, кішкентай қолы бар. Қорқынышты ақырады. Бұл кім? Ти-ти-ти-ти-рекс, ти-ти-ти-тиранозавр рекс, ти-ти-ти-ти-рекс, ти-ти-ти динозаврлар патшасы. Баяғы заманда динозаврлар өмір сүрген. Жылдам да бар, баяу да бар, кішкентай және үлкен. Қанаттармен, құйрықтармен, тікендермен жүрген. Кел бірге тауып көрейік, аттары қандай екен? Ұзын мойны бар, жапырақ жейді, үлкен аяқтары бар. О, және өте баяу жүреді. Бұл кім? Диплодок, тап-тап-тап, диплодок үлкен. Диплодок, тап-тап-тап, алып динозавр. Баяғы заманда динозаврлар өмір сүрген. Жылдам да бар, баяу да бар, кішкентай және үлкен. Қанаттармен, құйрықтармен, тікендермен жүрген. Кел бірге тауып көрейік, аттары қандай екен? Оның бойы кішкентай, өте жылдам. Аяғында өткір тырнақ бар. Бұл кім? Велоцираптор, велоцираптор өте тез. Велоцираптор, бәрінен озады. Велоцираптор, диплодок, тирекс, бәрін таптық, жарайсың. Сен кереметсің. Сен көрдің бе? Мұнда секіргіш болды. Жалғасы бар.